Баршаңызға сәлем, біздің Ақтастырған YouTube арнасының көрермендері. Бүгін біз сіздермен дәл осындай бәріміз жақсы көріп жейтін жүгерілерді қыс мезгіліне сақтайтын боламыз. Яғни дәл осы видео арқылы сіздер жүгеріні қысқа оп-оңай сақтаудың әдіс тәсілдерін үйренетін боласыздар. Ол үшін әрине видеоны соңына дейін көріңіздер. Білесіздер, жүгері тек қана тағам ғана емес, сонымен қатар адамның денсаулыққа да пайдасы орасан зор екендігі. Себебі оның құрамында баршамызға белгілі В тобының дәрумендері бар. Және сондай-ақ темірге ең бай көкөністердің қатарына біз осы жүгеріні жатқызуға болады екен. Себебі жүгері сондай-ақ зат алмасу процесін де реттеп, артық салмақтан арылуымызға да көмектеседі екен. Сондықтан біздер күнделікті рационда жүгеріні пайдаланғанымыз дұрыс. Яғни жүгеріні қайнаған күйінде сақтағанның пайдасы қуырғанға қарағанда орасан зор екен. Міне барлық жүгерілерімізді қабығынан аршып алдық. Енді осы жүгерілерімізді осылай кез келген салафандарға салып, осылай мұздатқыштың ішіне салып сақтай бересіздер. Яғни жеке-жеке салудың қажеті жоқ. Осылай сала берсеңіздер ешқандай бір-біріне жабысып қалмайды. Немесе пищевой пленка дейді ғой, сондайға да орап, дана-дана етіп, олай да орап қойсаңыздар болады. Міне мен осылай барлығында осылай салафандарға салып қойдым. Енді оны мұздатқыштың ішіне салып сақтай берсек болады. Және кез келген уақытта алып қайната берсеңіздер болады. Сондай-ақ жүгеріні қайнатудың осы жерде шамалы әдісімен де бөлістім. Бәріміз білеміз, жүгеріні өте қатты жақсы көреміз. Жаңа жоғарыда атап өткенде жүгерінің қайнаған түрі біздің ағзамызға пайдалы. Ең алдымен жүгерімізге осылай су құйып, оның жақсылап қайнағанын күтеміз. Қайнағанға дейін оған тұз қоспаймыз. Міне жақсылап қайнап пісуге аз қалған кезде осылай шамалы татымына қарап тұз қосып піскенін күтеміз. Міне біздің жүгеріміз дайын болды. Міндетті түрде осылай жасап көріңіздер және қыс мезгіліне сақтауды ұмытпаңыздар. Ал ас болсын сіздерге.